Енді ертең Құдай қаласа бұл қадір түнінде уақытты жақындап қалды таң атуына. Құдай қаласа Алла амандық берсе, сол қазір сәресі ішеміз, одан кейін бамдат намазын оқимыз, содан кейін таң атады, сөйтіп бұл қадір түніндегі уақыты сомен аяқталады. Бірақ омен өміріміз бітпейді, оразада бітпейді. Ол Аллах Тағаланың әрбір сәтінде, әрбір уақытында, күнінде Аллах Тағаланың сауаптары мол. Бірақ та айтайын дегенім, мынау оразадан кейін істелінетін амалдар, ең бірінші істелінетін амалдар ертең Құдай қаласа айт келеді. Айтта бұл бүткіл мұсылмандарға берілген мереке. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, сіздерге екі үлкен мереке бар дейді. Ол бірі айт намазына, Рамазаннан кейінгі ораза айт, екіншісі сол құрбан айт дейді. Міне ертең Құдай қаласа айтты өткізгеннен кейін, одан кейін Рамазаннан кейін Шәуәл айы басталады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам былай дейді: кімде-кім Рамазан айын толық ұстайтын болса, және де Рамазан айынан кейін Шәуәл айынан 6 күн ораза ұстайтын болса, ол кісіге 1 жыл толық ораза ұстағанның сауабы беріледі дейді. Мәселен, осы бір ай оразаны қазір қиналдық, қиналсақ та сабыр еттік, әртеуір Алланың көмегімен, Аллаға шүкір, аяқтайын деп жатырмыз, амандық берсе. Бірақ бір айдың өзі кей адамдарға, көп адамдарға қиын соқты. Ол бір ай ғана. Бірақ Аллах Тағала бізге осы бір айдан кейін бір 6 күнді қосып жіберсек, 1 жылдық ораза ұстағанның айлығын, сауабын берем деп жатыр. 1 жылдың сауабын берем дейді. Ол қалай? Өйткені Аллах Тағала әрбір пенделердің істеген амалдарын 10 еселеп берем деген уәдесі бар. Әрбір жақсы істің 10 есе қып берем дейді Аллах Тағала. Сонда 30 күнді 10 есеге көбейтетін болсақ, ол 10 айға тура келетін, сол 300 күнге тура келетін уақыт. Ал енді біз 6 күнді тағы 10-ға көбейтетін болсақ, ол 60 күн болады, 2 ай болады, сонда 12 ай толық сол жаңағы Аллах Тағаланың уәдесіменен ол 12 айды қамтитын болады екен. Сондықтан, мәселен, 1 жыл ораза ұстаудың сауабы берілу кімге керек өзі? Керек па біздерге? Бәрімізге керек, дұрыс па? Негізінде ораза ұстаудың сауабы қандай еді? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мынандай бір хадисі бар. Кімде-кім Алланың разылығы үшін шынайы түрде 1 күн ораза ұстайтын болса дейді. 1 күн Алланың разылығы үшін ораза ұстайтын болса, сол адамды тозақтың отынан 500 жылдық жүретін арақашықтықтай ұзақтатады дейді. Мәселен, ол 500 жылдық жүретін арақашықтық, ол Алла біледі оның қаншалық деген. Яғни ол жерде айтылып жатқан нәрсе, 1 күн ұстаған оразаның өзі адамды тозақтың отынан әлде қайда ұзақтататын нәрсе. Ал бірақ енді 360 күн ораза ұстаған болсаңызше, онда мүлдем тозаққа кірмейтін боламыз, Құдай қаласа. Ал ол үшін бізде ықылас керек. Ол үшін бізге шынайылық керек. Ол үшін бізге дұрыс ниет керек.